Сәлем достар, магазиннен қымбат әрі химикаттарға толы нутелла сатып алғанша, үй жағдайында 4 есе арзанға шығатын, өз қолымызбен жасалатын шоколадный паста жасаймыз. Видеоның соңына дейін қарап, каналға тіркеліңіздер. Табағымызға 2 ас қасық какао, 2 ас қасық ұн және қантты салып, жақсылап араластырамыз. Оның үстіне сүтті 3 бөлікке құя отырып, жақсылап бір массаға келгенше араластырамыз. Міне бізде бір келкі масса болды, енді газге қоямыз. Міндетті түрде араластырып отырамыз, себебі түбіне жабысып қалуы мүмкін. Масса қоюланып, нутелланың массасы шығады. Міне бізде қоюланды. Енді осы кезде сары майымызды салып, май ерігенше тағы да жақсылап араластырамыз. Сары майды қосқаннан кейін массамыз глянцевый түске еніп, жылтыр болып, әдемі болады. Үй жағдайында ешқандай химикаттары жоқ нутелламыз дайын болды. Бөлме температурасына қойып суытамыз. Одан да ары қарай қою әдемі болады. Одан соң керек банкамызға салып құйып қоямыз. Міне осы рецептпен жасап, сіздер де балапандарыңызды қуантыңыздар. Басқа видеоларды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.